Selim, bugün biz Olma Türkçüsü сұрақ жауап деген сияқты не істейміз, типа интервью Айзирадан. TikTok аккаунтың бар ма? Аккаунтың қандай? Айзира деген аккаунтқа тіркеліп кеттіңіздер, лайк басыңыздар. Бүгін біз Айзирамен сұхбаттасамыз. Айзира, сенің жасың нешеде? 8-де. Айзираның жасы 8-ге келіпті. Так, Айзира бүгін 25 май, егер білмесе, 2022 жыл. Айзира, сен мектепті бүгін бітіріп жатсың. Нешінші класс бітірдің? 3-ші класс бітірді. Не деген ұзақ әңгіме, молодец. 3-ші класс бітіріп жатыр екенсің, құттықтаймын. Енді қаншаға оқыдың, қаншаға бітірдің неңді? 4-ке оқыдым. 4-ке оқыдым. 4-ке оқыдым. Көрдіңіздер ме қандай мықты оқиды менің балдызым. Мен балдызым болып келеді Айзира. Тиктокер, болашақта миллион подписчигі болады. Оған күмәндарыңыз болмасын. Так, миллион подписчик жинайым деген неде мақсат бар ма сенде, өзі жоқ па? Бар. Не деген ұзақ әңгіме десеңші, сұраққа жауап. Көрдің бе, қысқадан нұсқа. Миллион подписчик болуға тілектеспін. Енді қандай сұрақтар болсам болады екен. Сенің өзің TikTok'та направлениең қандай, мысалы, қандай контент түсіресің, қандай өзің неме қызығасың? Не түсіресің дейді? Не туралы? Билейсің ба? Или мультиктердің пародия жасайсың ба? Мультиктер пародия жасайсың. Билемейсің ба, бірақ? Билеймін. Былай коллаборация андай-мындай жазғандарың бар ма? Бірнеше түрлі адамдармен тиктокерлермен түсіргенмен. Түсірдің ба? Жоқ. Коллаборация түсірмедің ба не? Ол коллаборация көбірек түсірген сайын? Аружан мен Нұрдана ше? Аружан мен Нұрдана. Олармен көп түсірмеймін. Коллаборация түсірмеймін. Ол менің папамның бұрынғы телефонда түсірген, қазір түсірмеймін. Қазір ше тиктокта коллаборация жасамайды екен. Коллаборация жасаймын деген адамдар болса, хабарласыңыздар Айзира. Бір видеоға түскені, 60 секундтық видеоға түскені, бір билеп, бірге нормальный коллаборация болса, күшті болады. 100 мың теңге болады ғой. 100 мың теңге пайда етпе саған? 100 мың кетті десі я. Қанша подписчик сенде? 0 подписчигі бар, 100 мың теңге. Көбейген сайын ақшасы да көбейе береді. Так, басқа қандай сұрақтар қоямыз? Дүмей, залда қоятын адамдар не бар ма? Залда қоятын жауаптар. Залдағылар. Сұрақ қоясыздар ма? Сұрақтарға жалғастыра береміз. Сенің ең жақсы көретін пәнің? Әдебиет. Әдебиетті жақсы көреді. Мұқағали Мақатаевтың бір әнін айтып жерші. Білмейді екен. 3-ші кластың баласы, үйіңде не тірлік істейсің, бос уақытында немен айланысасың? Бос уақытында достарыммен далада қыдырамын. Қай жерде де қыдырасың? Мен площадкеге барамын. Площадкеге барып, қандай ойындармен ойнайсыңдар? Баскетбол, футбол, волейбол. Біздің Айзира неше түрлі спорттың иесі екен, көрдіңіздер ма? Неше түрлі ойынды ойнай береді екен. Футбол, баскетбол дейді. Мультфильм жақсы көресің. Мін, көрермендер сұрақ қоямыз дейді. Айт, сұрақ қойыңыз. Абай жолын кім жазды, Айзира? Абай жолын кім жазды дейді? Мұқазым. Мұхтар Әуезов деген санды беріп жатыр мына жақта. Дұрыс. 1, 2, 3, дұрыс сен, Мұхтар Әуезов жазған екен. Мына жақта жалғастырамыз ба? Так, қандай сұрақ қойсақ болады? Ең қиын сұрақтардың бірін қойайын. Аспанда неше жұлдыз бар? 100-ден көп. Дұрыс, өте дұрыс. 100-ден көп жұлдыз бар аспанда. Мақұл. Өте орташа сұрақтарды қоюға тырысам. Аспанда қанша күн бар? Бір. Молодец! Аспанда бір күн бар. Дұрыс айтты. Өте жақсы оқыған қыз екен. Ал, Айзира, бір күнде қанша сағат бар дейді? 24. Ничего себе, мына қыз еще 4 мен оқи ма? Бұл қыз деген кемінде 6 қой көріп қой мына қызға.
Аспанда неше ай бар? Минус 6 бал var. Мәссаған, мына қызға бар ғой. Минус 45. Жеке кітап шығару керек қой. Өте ақылды қыз екен. Болды, бүгіндікке осымен сұхбат аяқталды. Келесі жолы кездескенше. Давайте лайк басып, подписка жасап кетіңдер.